уктап үшін ол түрмеге де түсті. Бірақ Темір Тор оның ойын тұсаулай алмады. Себебі Міржақып бір нәрсені анық білді. Оянбаған ұлт жоғалуға жақын ұлт. Оян қазақ, бір ғасыр бұрын жазылған бұл кітап бүгінде өзекті. Көзіңді аш, көтер басты, қараңғыда өткізбей бекер жасты. Ол халқына байлықты емес, арды биік, білімді терең, намысты терек етуді айтты. Олай болса әфәндім ұйықтамалық, енді оянбай жатуымыз болар ұят. Хайыр хош саламат бол ғазизіміз, хат жазушы Мир Яхуб ибн Дулат. Бұл кітап жай ғана өлеңдер жинағы емес, ұйқыдағы ұлтқа тасталған жан айқай еді. Парақтар үні, өткеннің сөзін бүгінге жеткізу. Себебі ояну бір күннің емес, бір ұрпақтың міндеті.